Біздің өмірімізде әдеттегі өнімдер бар. Олардың көмегімен біз қандай зиян немесе пайда әкелетіні туралы сирек ойлаймыз. Дегенмен соңғы жылдары көптеген адамдар әртүрлі дәмді заттардың денесіне әсер ете бастады. Мысалы, майонез біздің үстелде жиі кездесетін және көптеген тағамдармен көп мөлшерде пайдаланылатын ең көп таралған өнім болып табылады. Денедегі ең үлкен әсер үнемі тамақтанатын өнімдерге ие. Сондықтан бұл танымал өнімнің не екенін білу өте қызықты. Композицияны құрайтын компоненттердің бір бөлігі пайдалы, ал кейбіреулері денеге зиян келтіреді. Майонездің пайдасы мен зияны қандай? Еуропада және Америкада майонез деп аталатын өнімде майдың мөлшері 70-80 құрайды. Сондықтан біз майонез деп атаймыз, шын мәнінде ол жоқ. Біздің еліміздегі соустар май құрамына қатысты нормаға жете алмайды. Өнімді пайдалану және зиян. Майонездің құрамы тек дәруменімен байытылған өсімдік май емес, ол теріні жасартуға көмектеседі. Майонездің кейбір түрлері транс майлары болып табылады. Олар сондай-ақ өзгертілген өсімдік майы деп аталады. Бұл майлардың молекулалары табиғатта жоқ. Осыған байланысты адам денесі оларды сіңіре алмайды. Бұл майлар өсімдік майы химиялық модификациясының нәтижесі болып табылады. Майонезде олардың құрамында болса, қаптама жоғары сапалы өсімдік майын жазады. Бұл майонезде өзгертілген өсімдік майы бар екенін білдіреді. Біздің ағзамыз шығаратын ферменттер транс майының молекулаларын бұза алмайды. Олар ұйқы безі мен бауыр сияқты адам ағзаларына жиналады. Майлардың қабырғаларында қалады және майонездің барлық әуесқойларының белдеуіне отырады. Осы майлардың көпшілігі жеңіл майонезде болады. Осы майлардың шамадан тыс тұтынылуы нәтижесінде көптеген аурулар дами алады. Атеросклероз, жүректің ишемиялық ауруы, семіздік, метаболизм проблемалары. Майонездегі жоғары сапалы майлар болса, олардың саны өте жоғары. Бұл біздің денеміз үшін жақсы емес. Майонездегі майлардан басқа, адам денсаулығына зиян келтіретін басқа компоненттер бар. Эмульгаторлар. Майонездің бұл компоненті өнімнің біртекті консистенциясында сақталуын қамтамасыз етеді. Бұрын эмульгатор ретінде жұмыртқа лецитині қолданылған. Қазіргі уақытта соя лецитині пайдаланылады. Кейбір мәліметтерге сүйенсек, көптеген өнімдерді өндіруде генетикалық түрлендірілген соя қолданылады. Адам ағзасына әсері әлі толық түсінілмеген. Дәмді күшейткіштер. Бұлар өнімге анағұрлым жарқын дәм береді. Барлық дәмді күшейтетін заттар жасанды түрде шығарылады. Олар химиялық манипуляция арқылы алынады. Асқазанға және ас қорыту жүйесінің басқа органдарына теріс әсер етуден басқа, бұл компоненттер уақытқа тәуелді бола алатын өнімге тәуелді болады. Консерваторлар. Әдетте, бұл қоспалар саңырауқұлақтар мен микробтардың дамуын бәсеңдету арқылы өнімнің сақтау мерзімін арттыруы мүмкін. Өнімдегі консерванттардың болуы бірнеше ай немесе тіпті жылдар бойы жарамдылық мерзімінің сақталуын қамтамасыз етеді. Мұндай өнімдерде тірі компоненттердің мазмұны барынша азайтылады, себебі олардың көпшілігі сақтау мерзімін ұзарту үшін жойылады. Кейбір консерванттар асқазанның шырынының көмегімен асқазанға ыдырайды. Компоненттердің басқа бөлігі денеге теріс әсер етеді.